Мегалодонды бүгінгі мұхитқа жіберсек не болар еді? Бірінші күн. Күн сәулесі түскен көгілдір мұхиттың тереңінде алып жыртқыш пайда болады. Ұзындығы шамамен 18 метр, салмағы 10 тонна. Оның жай ғана өмір сүруінің өзі мұхиттағы қоректік тізбекті бұза бастайды. Сен тарихтағы ең үлкен жыртқыш акуланың бірісің. Үшінші күн. Алдыңнан қазіргі мұхиттың басты жыртқышы ақ акула шығады. Сенің қасында ол өте кішкентай көрінеді. Бір сәтте сен тереңнен жылдам атылып шығасың. Бір ғана тістеу және қазіргі мұхиттың патшасы жеңіледі. Жетінші күн. Сен 3 касаткадан тұратын топты кездестіресің. Олар ақылды, әрі бірге аң аулайтын жыртқыштар. Бірақ 50 тонналық алтқа қарсы олардың мүмкіндігі жоқ. Сен төменнен күтпеген жерден шабуыл жасайсың. Бір косатканы бір соққымен жеңесің. Қалғандары қорқып, тез қашып кетеді. 14-ші күн. Осындай алып денені ұстап тұру үшін үлкен олжа керек. Көк кит мұхиттағы ең үлкен жануар. Ол сененделген. Кит тыныс алу үшін бетіне көтерілген сәтте, сен жоғары қарай атылып шығасың. Бір соққы. Кит әлсірейді. Ал мұхиттың жаңа билеушісі анықталады.